Haklısın! Janbolot! Haklısın! Janbolot! Haklısın! Janbolot! Haklısın! Janbolot! Haklısın! Оның 9 ай уақытын ұрлады. Егер Тоқаев билігі жаңа Қазақстан, әділет Қазақстанды құратын болса, Жанболатты толық ақтап, оны әрбір күнін, яғни 9 ай отырды 254 тәулік. Әрбір күніне өтемақы төлеу керек. Егер өтемақы төлей алмаса, қазір Жанболатты ақтап сот шешімі шығармаса, Тоқаевтың жаңа әділет Қазақстан деген сөзі түкке тұрмайды. Тоқаев заңсыз отырған 2019 жылы 19 наурызда заңсыз отырды. Одан кейін 19 маусымда тағы да заңсыз отырды. Қазір биыл тағы да заңсыз отыр. Яғни халықтың қолдауына ие емес. Далада күтіп алайық. Күтіп алдым. Қазір Жанболат шығады міне. Жоқ, далада күтіп алдым. Назарбаевтың билігі шаңырақ оқиғасын ұйымдастырды деп Арон Атабекті 15 жыл түрмеде ұстады. Жанболаттың жақтастары Жанболатты қамайтын болса, біз бұған еш уақытта жол бермейміз. Назарбаев билігі Арон Атабекті 15 жыл түрмеде азаптап өлтірді. Ал қаңтар оқиғасын Жанболат ұйымдастырды деп жала жабуы бұл саяси тапсырыспен болып отқан. Жанболат Момайды Тоқаев ақтамайтын болса, біз бұған жол бермейміз. Екінші Арон Атабектің тағдырын қайтараттырмаймыз. Дұрыс. Сондықтан осымен 3-ші рет басталмай жатып аяқталды. Енді бұл Жанболаттың күнәсіздігін көрсетеді. Биліктің қандай шешім шығаруға өздері сондай бір шешім шығара алмай тұрғандығын көрсетеді. Қазір Жанболаттың өзінің. Енді өздеріңіз жаңа естідіңіздер, сол қазір ертеңге қалды сот процесі. Енді әбден созбақтатып жатыр. Қазір прокурор политологиялық сараптама жасайтын болса, ол қанша уақытқа созылады, оны тағы бір Алла біледі. Сондықтан әдейі созбақтатып отыр деп есептеймін. Бұл жерде енді бір саясаттанушы ғой, политолог деген саясаттанушыны шақырып, бір зерттейтінде ешқандай іс жоқ. Бұл жерде барлығы көзге ұрып тұр, көзге көрініп тұр. Филологтардың, тіл мамандарының сараптамалары дайын тұр. Өздерінің мына куәгерлердің сараптамалары берген куәгерліктері барлығы дайын тұр. Мен жауап беруге дайын тұрмын. Сондықтан бұл жерге қандай саясаттанушы керек, не зерттейтініз бар? Зерттейтін болсам 8,5 айдан астам уақыт мен ана түрмеде отырған кезде бүкіл зерттеуді, талдауды бәрін жасап тастауға болатын еді. Жоқ, олар оның барлығын жасамай, енді сотқа келген кезде біз тағы да мына саясаттанушының сараптамасын жасатуымыз керек деген сынды осындай бір сылтау айтып тұр. Бұл енді ешқандай ойға қонбайтын нәрсе деп ойлаймын. Әдейі созылып жатыр, әдейі созып жатыр сот процесін, созыла түссін, тағы да ары қарай жалғаса берсін депті. Сондықтан сізге алдында осындай түсініктеме жұмыс жүргізілген. Сізге запрещен тұрса комментарий беруге. Жоқ, сотта мен хақым бар ғой, сот маған рұқсат берді ғой. Şu қазір енді сот процесі болмағандықтан сіздерде қазір қандай тегін салынған. Жақсы. Енді маған қазір енді комментарий беруге болмайды. Міне ардақты ағайын, қазір мына жерге келіп Жанболатты үйғалақта отырғандық себепті журналистермен сөйлесуге тыйым салып жатыр. Арнайы қаулын алып келген. Суретке түсуге болатын шығар? Әдейі сылтау үрдіп тұр. Ерде қарабет боласыңдар халықтың алдында. Жанболатқа бұлар қайтадан түрмеге қайтару үшін бәрін істеп жатыр. Жанболатты түрмеге қайтару үшін бәрін Құрметті қазақ елі, мына қазір
полиция қызметкерлері Жанболатты комментарий айтуына кедергі берді. Полиция басқармасының бастығы боламын. Дәл солай. Есімім Назарымбетов Азат Ерболды. Сен қаулыны оқып бере аласың ба жалпы бізге? Жоқ, сізге емес, мен мамайға өзіне таныстырдым. Ол кісі біледі өзі. Кешіңіз сұрасам, мен сіздерге комментарий бере алмаймын, қызметтерінен жібере алмаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, пресс-служба департаментіне. Жоқ, сізде қандай өздеріңізге қатысты сұрақтарыңыз бар ма? Мен сіздерге комментарий бере алмаймын, айтып тұрмын. Соттан рұқсат берілген екен комментарий айтуға. Жоқ, сот бойынша ограничение қойылған. Осы сот процесі бойынша комментарий айтуға құқы бар екен. Мен сіздерге комментарий беруге құқығым жоқ. Сіздер мені түсінбей қойыңыздар. Сотты тағы да ертеңге қалдырды. Сосын Жанболат мына жақта соттан шығып, жақтастарымен амандасып, журналистермен сөйлесейін деп тұрған кезде конвой келіп, Жанболатқа ескерту жасап, қоқан-лоққы көрсетіп, Жанболатты адамдармен сөйлесуге амандаспауға болмайды дейді. Бұл не сұмдық? Онсыз да билік 8,5 ай бойы Жанболатты түрмеде ұстады. Енді Жанболат сотқа келген уақытта өзін қорғап, қолдап келген адамдармен амандасып, өзің туралы ақпарат таратуға келген журналистерге комментарий беруіне болмай ма? Бұл не сұмдық? Бұл не деген заңсыздық? Бұл бүгінгі Жанболаттың артынан өстіп қудалап жүргені және көріп тұрғаныңыздай қанша полиция көлігі тұр. Ана жақта бір автобус полиция алып кеп қойған. Бұлар Жанболатқа қатысты қалайда Жанболаттың бостандығын шектеу үшін барлығын істеп жатыр. Бұлар батыстың қысымымен, Европарламенттің, Британия парламентінің, Конгрестің қысымымен Жанболатты бостандыққа шығарғанымен шығарғысы келмегендерін, Жанболатты барынша шектеп, аузын жапқысы келетіндерін бүгін анық көрсетіп отыр. Біз күресеміз, біз қолдауды да, сотта осылай жүруді де тоқтатпаймыз. Жанболаттың ешбір кінәсі жоқ. Бірде-бір Жанболатқа тағылған айыптар бойынша олардың дәлелі жоқ. Дәлелі болса сотты неге ашық өткізбейді? Неге үлкен зал бермейді? Осы халықаралық бақылаушылар, қолдаушылар, журналистердің бәрі неге сот залында отырмайды? Сол сот залында Жанболатты қаралап, дәлелдері болса дәлелдемей ма? Көрсетпей ма? Онда ештеңе де жоқ. Жанболат жазықсыз, сондықтан барынша жасырынады, бірақ жасырынатын түгі де жоқ. Жанболатқа қатысты бірде-бір кінә тағатындай дәлелдері жоқ. Жоқ болғасын, әр нәрсені істеп осындай күлкі болып жүр. Өмір бойы күлкі болып жүрген режим, бірақ солардың сондай күлкілі істерінің кесірінен 30 жыл қазақ ойсырап жеңіліп келеді. Кешіріңіз, Инга, қазір осы көріп жатқанымыз сайлаудан алдын қойып жіберіп, саясат жасаған сияқты болып тұр. Осыған сайлаудан кейін қазір бәрін қатайтып, Жанболатқа қатысты көзқарастарын қатайтып, бұлар көзбояушылықпен айналысатын адамдар. Көзбояушы экономика, көзбояушы саясат, көзбояушы фасадный демократия. Сайлаудың алдында фасадный демократия көрсетіп, Жанболатты сөйлеуге мүмкіндік беріп, сотқа келуге мүмкіндік беріп еді. Енді сайлау өте салып, 7 жылға сайланып алғаннан кейін қайтадан Жанболаттың жағдайын қиындатпақ. Қазір осы алдыңғы комментарий бергендері өзіне қарсы қолданылуы мүмкін ба? Олар оны әдейі істеуі мүмкін, оны да істеуі мүмкін. Сондықтан олар саяси сараптамаға қойған себебі де сол болуы мүмкін. Сондықтан осы эфирді бәрін көріп отырған жақтастарға, халықаралық ұйымдарға, әріптестерге барлығына айтарым, Жанболат бостандықта емес, Жанболаттың бостандығы үшін күрес енді 2 есе қарқын алу керек. Рахмет сізге. Мына қазақ елі қазір Жанболат Мамайдың жұбайы Инга ханымдың сұхбатын тыңдадыңыз. Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біз мына Жаңаөзен қаласынан Жанболат Мамайды қолдауға келгенбіз. 24 күні сот кейінге қалды. Міне 1 желтоқсан сот болады деді, бірақ мынандай сотты мен бірінші рет көріп тұрмын. Масқара сот, масқара. Қазақстан билегенде интернет бар дейді, интернет жоқ. Қазақстанда өз елімізде, өз отанымызда орысша сөйлеңдер. Қазақша сөйлеген адамға переводчик керек дейді. Мынау не масқара? Мынау өзіміздің отанымыз ба, әлде біз басқа мемлекетте өмір сүреміз бе? Сотымыздың тұрысы анау.
Сот деп айтуға келмейді. Тек үстіндегі матасы сот қылып тұр оларды бар ғой. Шынын айту керек. Масқара сот мынау, масқара. Бұндай сотты мен өмірімдегі бірінші рет көрдім, талай сотты көрдім. Бұлар Жанболатты әдейі уақытын ұстап, созбалақтап отыр. Себебі Жанболаттан қорқады. Жанболат Мамай ақталу керек, ол қылмыскер емес. Жанболат Мамай халықтың ұлы. Жанболат міндетті түрде ақталу керек. Тоқаев, мынау сенің жаңа құрып жатқан Қазақстаның болса, онда мен білмеймін. Онда сен Назарбаевтан да асып түскен қаншерсің, қорқақсың. Жанболат Мамайды босат.